Саламатсыздарбы балалар? Саламатсыздар. Көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Өте жақсы. Көңіл күйлерің бүгін жақсы екен. Кеше балалар бірімізге әдемі көңіл күй сыйлайтын баспалықтардан алып, бір-бірлеріне көңіл күй сыйлаңдар. Ала қойыңдар. Ал, сыйлаймыз. Көркем мүсіндер. Ала қой. Енді сен кімге сыйлайсың? Жарайсыңдар, жақсы. Қоямыз. Ал балалар, бірін-бірлеріне әдемі көңіл күй сыйлаңдар. Бүгін біз сандар аралығына барамыз. Экранға назар аударыңдар. Сәлем, балақайлар. Мені тандыңдар ма? Иамотунунуи аралының қызы Муанамын. Балалар, менің досым Мауидің сандар аралында адасып қалғанын естідім. Мауиді сандар аралынан тапсырмаларды бірге орындап, өз аралымызға қайтуға көмектесесіңдер ме? Мауиге көмектесеміз бе? Иә. Жақсы, онда тапсырма орындауға отырайық. Ал енді балалар, бірінші тапсырмамызды тыңдайық қандай екен. Ал балалар, біздің бірінші тапсырмамыз гексагон әдісі арқылы сандарды сәйкестендіру. Мына жерде сандар көріп тұрсыңдар ғой? Иә? Иә. Ал мына жерде не? Жануарлар, иә? Осы сандарды мына жануарлармен сәйкестендіру керек. Түсіндік пе? Түсіндік, жақсы. Енді бізде не төртеу? Не төртеу? Сиыр. Сиыр, былай қоя ғой. Жақсы. Жарайсың. Ал сандарды қара. Бір. 1, 2, 3, 4, 5. Жақсы. Енді сәйкестендіресің. Мен мына бірді бірге апарасың. Жақсы ма? Түйе, жақсы. 2. 2, 3, 4, 5. Жақсы. Жарайсыңдар балалар. Ал енді екінші тапсырмаға көшейік, иә? Енді екінші тапсырмамызға көшейік. Флипчарт бойынша жәндіктер және жануарларға байланысты сендерге хат жолдадым, соны орындап беріңдерші. Екінші тапсырмамызға көшейік. Флипчарт бойынша жәндіктер және жануарларға байланысты сендерге хат жолдадым, соны орындап беріңдерші. Мына тапсырмада көлеңкесін таптық. Міне сиырдың көлеңкесін таптық. Енді жылқының көлеңкесін табайық. Қайда жылқының көлеңкесі? Міне дұрыс айтасың. Ал енді ешкінің көлеңкесі қайда? Міне, иә? Түйенің көлеңкесі қайда? Міне, жақсы. Қойдың көлеңкесі қайда? Жақсы, Мүслім, жарайсың, көлеңкелерін таптық, иә? Иә. Дыбыстардан табамыз. Бұл не? Сиыр, қане көрейік. Сиыр шықты, иә? Жақсы. Енді келесі басайық. Ит, дұрыс, қане басайық. Жақсы. Мысық, дұрыс, қане көрейік. Мысық екен, жақсы. Не? Жылқы. Жылқы. Қане, басайық. Жылқы екен. Бұл не? Қой екен, жақсы. Қане, басайық. Қой шықты. Ал мұнда қараймыз. Келесі. Не ол? Түйе, дұрыс айтасың. Бұл бізде не? Үй жануарлары, иә? Үй жануарлары. Үй жануарлары қалай дыбыстайтынын білдік, иә? Қалай дыбыстайтынын білдік, жақсы. Көркем, қара, біз енді қазір жәндіктер қайда мекендейтінін білейік, иә? Ал, баса ғой, компьютерді ал. Бұл не? Ара. Жарайсың. Баса ғой. Бұл не? Өрмекші. Өрмекші, жарайсың. Көбелек. Жақсы, жарайсың. Қаңғыз қызы. Иә, қан қыздар екен, жақсы.
Al balalar жарайсыңдар. Бұл тапсырмаңызды орындадық. Келесі тапсырмаға көшейік. Қандай алды, өжет балаларсыңдар. Сендерге менің тапсырмам ұнады ма? Ал енді балалар шаршап қалған боларсыңдар. Менімен бірге интерактивті сергіту сәнін орындайық. Назарларың тақтада болсын. Жарайсыңдар балалар. Ал сергітіп алдық, иә? Сергіп алдық кішкене. Енді отырамыз, келесі тапсырманы орындаймыз. Ал енді балалар, Муана бізге дұрыс немесе дұрыс емес тапсырманы көрсетеді. Сондықтан егер де дұрыс болса, мына белгіні көрсетеміз. Егер де дұрыс емес болса, мына белгіні көрсетеміз. Жақсы ма? Түсінікті, иә? Жақсы. Бір қосу бір тең үш болады. Бір қосу бір тең үш бола ма? Жоқ. Қане қайсысын көрсетеміз? Иә, дұрыс айтасың көркем. Иә, дұрыс. Жақсы. Жақсы келесің. Мен пайдалы тамақтармен тамақтанамын. Қане көрсетеміз дұрысын? Дұрыс па? Менің жасым бірде. Қане қайсысын көрсетеміз онда? Дұрыс көркем. Бір аптада 7 күн бар. Бір аптада 7 күн бар дейді. Дұрыс па? Иә, дұрыс. Қай белгіні көрсетеміз? Қай белгіні көрсетеміз біз? Жарайсың, Алихан. Дұрыс мүсін. Күз мезгілінде 5 ай бар. Күз мезгілде 5 ай бар ма? Сонда дұрыс емес екен, иә? 5 ай емес екен. Балалар, келесі тапсырма адасқан сандар. Табамыз ба? Иә, табамыз. Жақсы. Көркем. Бірінші сен тұра қой. Ал енді. Ала қой. 2 санын алшы. 2 санын. 2. Сала қой. Жақсы. 5 санын. 5. 5 ала қой. Сала қой 5 санын. 1. 5. Ал енді 9 санын тапшы. 9 санын санап ал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Жарайсың. Сала қой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Жарайсың көркем. Ал келесі Алихан Шалбай. Бізге 1 санын тапшы. Неше бұл? 1. Сала қой. 8-ді тапшы қане. Санаймыз. Дауыстап. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Ал енді санай қой. Саламыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
Dürüst. Жақсы. Отыра қой. Қатырақ. 3 4 жарайсың. Жақсы. Біз адасқан сандарды таптық. Иә Муслим? Иә, жақсы. Алла сендерге көп рахмет. Сендер мені құтқарғандарың үшін әрқайсыларына смарт сағат сыйлыққа беріп жібердім. Қабыл алыңдар. Танысқаныма қуаныштымын. Сау болыңдар. Балалар, бүгінгі тапсырмалар қаншалықты түсінікті болды, сонша мына қуаттағыш арқылы бояп көрсетеміз. Жасыл түспен. Ал бояймыз. Ал бояндық. Бояймыз. Ашады. Жарайсыңдар балалар, тапсырма сендерге толық түсінікті болған екен. Қуаттағышты толтырып боядыңдар жасылға. Балалар, зейін қойып тыңдағандарына, тапсырмалар орындағандарына рахмет. Осымен біздің іс-әрекетіміз аяқталды.